Бүгінгі видеода геморрой туралы айтатын боламыз. Геморрой өте жиі кездесетіндіктен, геморрой туралы білмейтін немесе ол жайлы естімеген адам жоқ шығар. Бұл геморрой әйел адамдарға қарағанда ер адамдарда жиі кездеседі, және геморрой дегеніміз кейбір адамдардың ойлауынша ол ішектің сыртқа шығып кетуі емес. Геморрой кезінде осы артқы өтіс аймағында орналасқан қан тамырларының қан айналымы бұзылып, олардың ісініп, осы сыртқа шығып кетуі болып табылады. Яғни бұл ешқандай ішек емес, бұл қан тамырлар. Геморрой туралы айтпас бұрын кішкене тік ішектің құрылысына тоқталайық. Тік ішек бізде ас қорыту жолының ең соңғы бөлімі. Ол ұзындығы 13-16 сантиметрді құрайды, және оның соңғы жағында 4-5 сантиметрді анальды канал құрайды. Осы анальды каналда тік ішектің ішкі бетіндегі кілегей қабаттар бірігіп, қатпарларды түзеді. Бұл қатпарлар тісті сызықты құрайды. Мұны видеода көрініп тұрғандай. Бұл тісті сызықтың жоғарғы бөлігінде орналасқан қантамырлардың геморроидалды қантамырлардың қан айналым бұзылысы әсерінен ішкі геморрой туындайды. Ал осы тісті сызықтан төмен орналасқан қантамырлардың жаңағы қан айналым бұзылысы әсерінен сыртқы геморрой туындайды. Яғни геморройдың екі түрі бар, сыртқы және ішкі. Енді ішкі геморрой кезінде бұл тісті сызықтан жоғары орналасқандықтан ол жерде ауырсыну сезімі жоқ. Бұл ішкі геморрой кезінде қатты ауырсыну болмайды, тек үлкен дәретке шыққаннан кейінгі қан кету болады, немесе қағазда қан кетуді көреміз. Және үлкен дәретке шығып болғаннан кейін ішектің толық босамау сезімі болады. Және осы тік ішектің ішінде аймағында бір нәрсе тұрған сияқты болып сезіледі. Себебі ол жерде қан тамырлардың ысыну әсерінен ол бізге осындай дискомфортты береді. Және өте аз мөлшерде кейде бір қышыну болуы мүмкін. Ал сыртқы геморрой кезінде, сыртқы геморрой ол қатты ауырсыну береді, жүрген кезде ауырсыну болуы мүмкін, және ол көзге көрінеді, және қолмен ұстап байқағанда да бір түзілістің бар екені көрінеді. Қышу сезімі, ашу сезімі, және осы анальды тесік аймағында ылғалдылық беріледі, ылғалдылық көрінеді. Және үлкен дәретке шыққаннан кейін немесе одан бірнеше уақыттар өткеннен кейін қан кету болуы мүмкін, немесе қағазда қанды көре аламыз. Ал ішкі геморрой көбіне көріне бермейді. Оны ректальды түрде саусақпен тексерген кезде, және әртүрлі тексеру құралдары, колоноскоп, ректоромоноскоп арқылы тексерген кезде көруге болады. Сонымен қатар ішкі геморрой және сыртқы геморрой да араласып болуы мүмкін. Бір адамда осы екі геморрой да кездесуі мүмкін. Бұл енді өте қатты асқынып кеткен кезінде болады. Және ішкі геморройдың өзі 4 дәрежеге бөлінеді, ауырлық дәрежесіне байланысты. Бірінші дәрежесінде геморроидалдық түйіндер тек дефекация кезінде, яғни үлкен дәретке шыққаннан кейін қан кетуді ғана беруі мүмкін. Ол төмен түспейді. Ал екінші дәрежесінде осы үлкен дәрет шығарғаннан кейін, яғни дефекациядан кейін геморроидалдық түйіндер түсіп кетеді, бірақ олар өздігінен реттеледі. Ал үшінші дәрежесінде осы түйіндер дефекациядан кейін шығып кетеді, бірақ оны қолмен реттеуге болады. Ал төртінші дәрежесі бұл ауыр дәрежеге жатады. Бұл кезде жеңіл күш түскеннің өзінде, жеңіл салмақ түскеннің өзінде геморроидалды түйіндер шығып кетіп жатады, бірақ ол қайтадан қолмен реттеп салғанның өзінде қайтадан шығып кетеді. Сол себепті оны асқындырмай, бірінші, екінші дәрежесінде мейлінше консервативті түрде, яғни мазьдармен, свечалармен емдеу қажет. Ол қалпына келеді. Ал үшінші, төртінші дәрежесі ауыр, оларды тек жаңағы оперативті жолмен емдейміз. Енді геморройға алып келетін себептерді талқылайтын болсақ, ең бірінші ол бір орында отырып, бір орыннан қозғалмай жұмыс жасайтын адамдарда, яғни такси жүргізушілері, көлік жүргізушілері, офисте жұмыс жасайтын қызметкерлер. Одан кейін созылмалы іш қату болатын болса,
ұзақ уақыт запормен қиналатын болсаңыз, міндетті түрде емделу қажет. Бұл туралы менің іш қату туралы видеомда бар. Осы запор кезінде де дәретханада ұзақ уақыт отырудың әсерінен, немесе кейбір адамдар осы дәретханада телефон шұқылап ұзақ уақыт отырып қалады. Сол кезде де ол геморройлы түйіндердің шығып кетуіне әсерін тигізеді. Одан кейінгі себеп жүктілік және босану кезі. Бұл кезде іш қуысына қатты қысым түседі де, ол да геморройдың бір себебі болып табылады. Бірақ бұл кезде геморрой тек сол кезде ғана пайда болып, кейін сізді мазаламауы мүмкін, өз бетінен қайтуы мүмкін. Яғни қайтымды процесс болып табылады. Одан кейін тұқым қуалаушылық. Яғни кейбір адамдарда осы геморройдалды түйіндердің, сол жерде қан тамырлардың эластикалық қасиеті төмен болып табылады. Ол адамдар геморройға бейім болып табылады. Одан кейінгі себеп ауыр инфекциялық аурулар кезінде, осы диарея кезінде де біз үлкен дәретке жиі шығамыз. Бұл да бір себебі. Және тағы бір себебі ол анальды қатынас кезінде де осы геморройдың шығуы. Және кейбір спорт түрлері, яғни ауыр спортпен айналысатын адамдарда, ауыр көп көтеретін адамдарда геморрой пайда болуы мүмкін. Енді геморройдың еміне келетін болсақ, бұл геморройды ең бірінші, екінші дәрежелерінде, жеңіл түрлерінде әртүрлі мазьдармен, свечалармен консервативті түрде емдеуге болады. Бірінші релиф свечи түрінде және мазь түрінде кездеседі. Бұл релиф жүктілік және емізулі әйелдерге қолдануға болмайды, және 12 жасқа дейінгі балдарға қолдануға болмайды. Релифтің құрамында фенилэфрин бар, ол тамыр тартқыш әсер көрсетеді. Яғни геморройлы түйіндердің ісініп, ол жерде қан кету болып жатқан кезде тамыр тартқыш дәрілер қан тамырлардың ісінуін басады. Релиф адванс, оның құрамы бензокаин, ол анус аймағында қатты ауырсыну болып жатқан кезде қолдануға болады. Бірақ бұны 12 жасқа дейінгі балаларға және жүкті емізулі әйелдер қолдануға болмайды. Релиф ультра свечи түрінде кездеседі. Құрамы гидрокортизон және цинктан, яғни мырыштан тұрады. Гидрокортизон гормональды әсер көрсетеді, ал цинк мырыш, ол анальды аймақты құрғатады. Одан кейін ультрапрокт. Бұл ультрапрокт жүктіліктің бірінші триместрінде ғана қолдануға болмайды, қалған кезде қолдануға болады. Свечи мазь түрінде кездеседі. Күніне 2-4 реттен 4 аптаға дейін қолдануы қажет. Қабынуға қарсы, қышынуға қарсы және ауырсынуды басатын әсер көрсетеді. Жүктілерге қолдануға болатын тағы бір препарат натрацит препараты. Ол жүктілік кезінде және емізулі аналарға қолдануға болады, бірақ 14 жасқа дейін балаларға қолдануға болмайды. Негепан, бұның құрамында 1000 единица гепарин бар және бензокаиннен тұрады. Бұл ішкі геморрой кезінде тромбоз болып жатқан кезде қолданылатын препарат. Свечи түрі кездеседі. Сонымен қатар қызыл майдың әртүрлі свечалары да осы геморрой кезінде жақсы көмектеседі. Сонымен қатар геморрой кезінде осы қан тамырларда қанның іркіліп қалмауы үшін, застой болмау үшін венотониктарды бірге қабылдау қажет. Ол қан айналымды жақсартады. Әрине, бұл свечалардың бәрін проктолог дәрігерге көрінгеннен кейін барып, сізде геморройдың қандай дәрежесіне байланысты екенін жазып береді. Ешқашан өз беттеріңізбен алып қабылдауға болмайды. Және бірінші, екінші дәрежесінде осы свечи маздарды қолданып емдеуге болады, ал асқынған 3-4 дәрежелерінде хирургиялық жолмен емдейміз. Оның өзі латексті сақина қою, склеротерапия және инфрақызыл коагуляция, осы малоинвазивті әдістер тиімді болып келеді. Себебі геморроидэктомия кезінде көбіне ауырсыну кездеседі. Операциядан кейін, яғни геморроидалды түйіндер алып тастағаннан кейін ауырсыну сезімі кездеседі. Бірақ оған жеткізбей, осы бірінші, екінші дәрежелері болған кезде, жеңіл дәрежелерінде дәрігерлерге көрініп және ем қабылдап, осы 7-14 күннің ішінде емдеуге болады. Енді геморройды бірінші емдемес бұрын, ол геморройға алып келетін себептерді емдеу қажет. Яғни сізде іш қату болатын болса, созылмалы іш қату болатын болса, созылмалы іш қатуды емдеу қажет.
Және осы геморройды емдеу кезінде жіберетін қателіктердің бірі осы іш қатуды емдемей геморройды емдеу. Ол кезде бәрібір сізде іш қату жалғаса беретіндіктен геморройыңыз кетпейді. Одан кейін іш қатуды жүргізетін дәрілерді шектен тыс қолдануға болмайды. Ол кезде іш жүргізетін дәрілерге тәуелділік туып кетіп, сіздің геморройыңыз емделмейді. Одан кейінгі құрамында гормоны бар препараттарды жиі қолдану. Бұл гормоналды препараттардың да кері әсері көп. Және тек осы тікішек аймағында геморрой ғана емес, сонымен қатар полип, анальды жарық, әртүрлі осы тікішектің қатерлі аурулары, парапроктит, проктит сияқты аурулар кездесуі мүмкін. Оның барлығын геморрой деп есептеп, геморройды ғана емдей беруге болмайды. Сол үшін дәрігерге көріну қажет. Сыртқы геморрой ол бізде өзі көзбен көрінеді және қолмен ұстағанда сезіледі. Ал ішкі геморройды тек дәрігер әртүрлі аспаптар арқылы көріп қана айта алады. Егер сізге видео пайдалы болған болса, каналға жазылып, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер.